секілді осындай сыныптан бастап колледжде осындай таныстырып, мысалы көбіміз білмей жатырмыз, мысалы кейбір аталарымызды осындай мысалы қалай не алғанын, қандай грамота алғандарын жазған үйлерін мысалы біз ойлаймыз, соғысқа барды, соғысып кетті, қайтып кетті, немесе олар қайтыс болды деп. Мысалға сіз айтып отырсыз, ол деген еще жаза алатын болған, өлең шығаратын болған, біз мысалы оны білмейміз көбіміз. Мысалы сіздегі сұрақ яғни болашақ ұрпақ оны қалай есте сақтау керек, біз қалай насихаттауымыз керек деп иә. Яғни болашақ ұрпақ оны есте сақтап, әрі қарай насихаттау жолын табу үшін тек музей төңірегінде немесе мейрам төңірегінде емес, одан бөлек мысалы қарапайым жастарға не қызық, жастарға квест, ойындар не қызық, иә, сондай қызығушылық арттыратын. Яғни біз өмірлік практикаға, өмірлік тәжірибеге оны әкеліп, жастар есте сақтай алатындай әдіс тәсілдерді қолдануымыз керек та. Қарақтарым, Айман, Шолпан, Зейнеп, Көке апа, қалай дендерің? Тұрмыстарыңыз жақсы, амандықтасыңдар ма? Менде аман, денім сау, амандықтың арқасында әзірге соғыста жүріп, отан алдында жүктеген міндетімді мүлтіксіз орындауда жан тәніммен салып қызмет атқарып жүрмін.